Баршаңызға қайырлы күн болсын, құрметті достар. Аток физика каналының құрметті де қадірменді оқырмандары өте ақылды. Болашақта жалпы алдағы нағыз ботада өте жоғары балл жинайтын менің оқушым. Бүгін менің телеграм каналымда осындай бір есептің талдауын көрсетіңізші деген Аида деген оқушымнан хат келді. Осы бір есептің талдауын көрсетейін. Арнайы сол менің оқырманым үшін. Егер сізге мына бір есеп қиындық туғызса, онда сізге мынау бір сабақты, өз қысқа ғана сабақ, соңына дейін қарауға кеңес беремін. Және соңында сізге керемет бір жаңалық айтамын, міндетті түрде сол жаңалықты сіз тыңдауыңыз керек. Егер мына есеп сізге қиындық туғызған болса, егер бұл есепті бірінші рет көріп тұрған болсаңыз, паузаға басып, өз бетіңізбен есепті шығарып көріңіз. Сосын менің шығарғаныммен тексересіз. Олай болса, let's go. Қозғалтқышының тарту күші 25 килоньютон дейді. Тарту күші, яғни F тарту тең болады бізде 25 кило деген оның 3 дәрежесі ньютон, оны айналдыруымыз керек, әйтпесе жауабында біз дәрежеден, нөлдерден қате кетуіміз ғажап емес. Пәгі 90% дейді. Так, пәгі тең 90%, оны 0,9 деп коэффициент ретінде аламыз, яғни пайызсыз жолмен. Жылдамдығы 10 метр секунд трамвай. Жылдамдықпен қозғалады, трамвай деген енді бір қозғалыс көлігінің бір түрі. Бір қалыпты қозғалады. Желідегі кернеу 550 вольт болса, білесіздер, ол тоқпен жүреді трамвай дегеніміз. 550 вольт, жоғарғы вольтты қажет етеді, ол түсінікті, және осы тоқ күшін сұрап тұр. Бұлай қараған кезде есеп бірінші сөйлемі, қараңыз, бірінші сөйлемін қарасаңыз, ол механика. Екінші сөйлемін қарасаңыз, әсіресе сөйлемнің ең маңызды сұрақ қойылатын жерін қарасаңыз, есеп уже тұрақты тоқ, яғни 8-ші сыныпқа келіп тұр. То есть 7 мен 8-дің қосындысы. Бірінші кезекте бізде есептің берілгенде пәк берілгендіктен пәкпен қуалаған дұрыс болады. Пәктің қандай формуласы бар бізде? Ең басты формуласы ол әрине пәк тең апайдалы бөлінген а толық көбейтілген 100% деген бізде формула бар. Осы формуланың қазір үстінде астында бізге ашу керек болады. Ол қалай? Механикадағы біздің енді өзіміз үйреншікті формуланы жазайық. Қарапайым жұмыстың формуласы, яғни FS. Астында А толық дейді. Ол әрине желіден алып жатқан толық жұмысты аламыз. Яғни ол бізде UIT болып саналады екен. Негізінде жұмыстың да формуласы көп. Мысалға, жұмыстың бұдан бөлек бізде через қуат арқылы түрленген формуласы бар. А бөлінген Т. А тең НТ. Бұны да алуға болады. То есть есептің берілгеніне қарап, сіз қай форманы алғаныңыз тиімдірек екенін түсінуіңіз керек. Бір дегеннен. Әйтпесе осының уақытыңызды алады, немесе тіпті есепті қате шығарып жүріңіз де мүмкін. Дәл солай А толықтың да орнына бірнеше форманы қоюға болады. Бірақ мен UIT-ні таңдадым, себебі біздің есепте уже ол кернеу, ол бізде тоқ күші, бәрі соған келіп тұр. Енді мұқият қана мән беретін болсаңыздар, достар, мұнда бір нәрсені байқауға болады. S бөлінген Т деген нәрсе бізге нені берейін деп тұр? Әрине, өзіміздің үйреншікті жылдамдықты, яғни V-ны беріп тұр. Сонда бізде FV бөлінген UI деген форма шықты. Болды, осы жерден айды түрлендіреміз, достар. Айды қалай түрлендіреміз? I тең болады F көбейтілген V бөлінген U тұра береді, оның орнына пәк түседі. То есть астындағы затты табу үшін просто бой орын ауыстыра салу жеткілікті. Кет, есептің орнына қояйық, бізде есеп жауабы бірден шығуы керек. F 25 кило дейді, оның 3 дәрежесі. Көбейтеміз жылдамдық бізде 10-ға тең. Бөлеміз U кернеу 550-ге тең. Көбейтеміз пәк бізде 0,9-ға тең. Тең болады. Мінеки, осы жерді орнына қойып дұрыстап шығаратын болсақ, біздің жауабымыз дәл шығуы қажет. Кеттік. Есепті енді бірден шығатындай қылып жасайық. Өйткені жауаптарын көрсеңіздер, ешқандай ХБЖ-ға дәрежеге келіп тұрған жоқ. Мега кило деген ешнәрсе жоқ. Сол үшін былай жасаймыз. Қараңыздар. Астында мен 0 мен 0-ді қысқартып жіберемін, астында 55 көбейтілген 9 деген нәрсені қалдырамын. Үстінде 10-ның 3, яқта 10-ның 1 дәрежесі бар. 10-ның 4 деген сөз. Яғни 4-0 жазамыз былайда.
и алдында не бар? Алдында 25 бар. И все, достар. Осыны калькуляторға салып есептеп көрейік. Ал менде енді калькулятор мұнда бар. 25, артында 4 нөлі бар. Бөлеміз осыны 55-ке, бөліп жібереміз осыны тағы да қаншаға? 9-ға. Бізде 505 деген сан шығып тұр. 505. Жауабы 505 ампер. Енді біздің есепте нақтыланған варианттары тұр, сол үшін 500 амперді таңдайды екенбіз. Есеп түсінікті болса, ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, төмен комментарий қалдырып қойыңыз. Ол сізден бөлек көп оқушының көруіне ықпалын тигізеді. Біріншіден, екіншіден, менің арнама деген сіздің қолдауыңыз болады. Ол тегін, просто жазасыз, лайк басасыз, ешқандай қиындық жоқ деп ойлаймын. Маған необходимый нәрсе. Одан бөлек, жалпы енді нағыз ұбт-ға қазіргі таңда енді бір ай қалды. Екінші шанс бар дейтін болсақ, 2 ай деп айтуға болады. 45 күн точно бар. Осы алдағы 45 күніңізді, егер сіз осындай есепті, қарапайым есеп деп айтуға болады, осындай есепті шығара алмайтын болсаңыз, тогда сізге 45 күндік менің арнайы дайындаған керемет курсым бар. Өте тиімді бағада. Егер сол курстың құнын қалай өтетіндігін білгіңіз келсе, тек 11 сыныптар үшін және де именно 20-25 балдың арасында жүрген балалар үшін ғана. 30-35 плюс жинап жүрсеңіз, без проблем. Практикум сатып алыңыз, практикумды оқыңыз, и все, жеткілікті сізге ары қарай 40 балдан асуға. А вот именно, ағай, не істесем болады? Бір айдан даже аз қалып, хотя бы екінші боттан бір үмітім, шансым бар ма дейтін оқушыларға осындай бір ұсыныс айтар едім. 1 мамыр күні басталады. Төменде сілтеме қоям, WhatsApp-қа жазып көріңіз. Окей? Одан бөлек мен Telegram канал, Instagram каналдарын бәрі төменде көрсетілген. Басқа да қызықты сұрақтар немесе қосымша білім, тегін білім алғыңыз келсе, сол каналдарға тіркеліп қойыңыз. Сізді осы бір сабақта көргеніме қуаныштымын, пайдалы болды деп ойлаймын. Механиканы да, тұрақты токты да, пәктің де формуланы бір қайталап алдық. Мына жерде, достар, 4 формула жасырылған. Бұл 4 формулаға ұбт-да обязательно есеп келеді. Бөлек-бөлек келсе де обязательно келеді. Сол үшін жаттап ал. Ұмытпа, родной, керек болады. Қайырлы күндер сіздерге, алдағы ұбт-лардан сәтті өтіңіздер, достар. Let's go!